Сәлем жақсылек, сіздермен бірге Исатай ағай, біз сіздермен нағыз ұбт-да келіп жатқан физика пәнінің сұрағын талдап өтетін боламыз. Ендеше кеттік. Екі жазық айна перпендикуляр орналасқан, жарық 45 градуспен түседі, қолдану саласы мен дұрыс тұжырымдар дейді. Ең алдымен біз жазық айнамызды салайық. Екі жазық айна берілген екен. Екі жазық айна өзара перпендикуляр орналасқан. Енді жазық айна деген беті тегіс, бір жағы мөлдір, бір жағы мөлдір емес беттен тұратын айнаның түрі болып табылады. Енді сол жазық айнаға жарық сәулесі 45 градус бұрыш жасап түсіп жатыр екен. Енді сол түскен сәулеміз, түсу бұрышымыз 45 болса, түсу нүктесіне нормаль тұрғызу арқылы оның 45 градус екендігін айта аламыз. Бірінші айнаға жарық сәулесі 45 градуспен түсетін болса, ол екінші айнаға бірінші айнадан шағылу арқылы түсетін болады. Екінші айнаға қанша градуспен түседі деген сұраққа біз шағылу заңы арқылы дәлелдеп алсақ болады. Оған екінші айнаға да 45 градус бұрыш жасап түсетін болады. 45 градус бұрыш жасап түскеннен кейін екінші айнадан да шағылады. Ал екінші айнадан шағылу бұрышы шағылудың екінші заңына сәйкес 45 градусқа сәйкес келеді екен. Енді осы сызбамызға қатысты жауап нұсқаларын оқып көрейік. Шағылған сәуле үнемі түскен бетке перпендикуляр бағытта таралады дейді. Енді қарайтын болсаңыздар, шағылған сәуле мына түскен бетке ол перпендикуляр бағытта таралып жатқан жоқ. Ол белгілі бұрыш жасап түсетін болса, дәл сондай бұрышпен шағылып жатыр екен. Демек бізде А нұсқасы дұрыс емес. Б нұсқасы түсу бұрышы шағылу бұрышына тең болады дейді. Иә, бұл әлбетте дұрыс жауап, өйткені шағылу заңына сәйкес біз сызбаларды сызған болатынбыз. С варианты түскен сәуле, шағылған сәуле параллель, бірақ бағыттары қарама-қарсы болады дейді. Яғни біз қарайтын болсақ, мұнда екі айнаға біріншісі түскен сәулеміз, мынаны біз бірінші сәуле деп қоятын болсақ, енді екі айнадан шағылған сәулені біз екінші сәуле деп қоятын болсақ, бұлар бағыттары қарама-қарсы параллель бағытта сәйкес келеді екен. Демек бізде С нұсқасы дұрыс жауапқа сәйкес келеді дегенсіз. Д нұсқасы түскен сәуле мен шағылған сәуле әрқашан бір бағытта параллель таралады дейді. Олар параллель, бірақ бағыттары бір бағытта емес, қарама-қарсы бағытта таралғандықтан біз Д нұсқасын сызып тастайтын боламыз. Сызбамызға қатысты. Енді Е және Ф нұсқалары қалды. Түнгі көру құрылғыларында жарықты күшейту үшін қолданылатын, жарық энергиясын арттырады, және де F нұсқасы велосипедтер мен автомобильдерде жарықты кері қайтару үшін қолданады. Яғни бұл бізде қолданыс саласына қатысты айтылған екен. Енді E нұсқасын біз бірден дұрыс емес жауаптың қатарына қарастырсақ болады, өйткені біз бұларды жарықты күшейту үшін қолданбаймыз. Жарық уақыт өте келе ол өзінен сынып жұтылып кете бергендіктен оның энергиясы азая береді деген жауаптан біз E нұсқасын сызып тастаймыз. F нұсқасы велосипедтер мен автомобильдерде жарықты кері қайтару үшін, яғни катафот деген сөз тұр екен. Катафот қолданылады. Енді катафотты білеміз деген ойдамын. Катафот ол бізде велосипедтерде, я болмаса автомобильдерде қолданылады. Бұны не үшін қолданамыз деген сұраққа, яғни мына сызбамызға қарап тұрып жауап берсек болады. Жарық сәулесі түссе, дәл сол жарық сәулесін дәл сол бағытта, бірақ қарама-қарсы бағытта бағыттап жатыр екенбіз. Біз енді осы нағыз сұрағының сызбасын қарап өтетін болсақ, катафот деген, яғни мына біз велосипедтің артқы бөлігінен көрсек болады. Бұл бізде не үшін қолданады деген сұраққа, арт жақта келе жатқан, мысалы автомобиль болсын, велосипедті көрмей қалуы мүмкін. Сондықтан велосипедтерде катафот болатын болса, сол катафот автомобильдің фараларын, түскен фараларын обратно кері бағытта қайтарады. Сондықтан біз оны велосипедті алыс қашықтықтан да көре алады екенбіз. Осымен біздің сұрағымыз тәмам.